Жамбыл облыстық көзі көрмейтін және әлсіз көретін азаматтар кітапханасы өлкетану жобасы бойынша Мойынқұм ауданына шолуды ұсынады. Мойынқұм ауданы Жамбыл облысының солтүстік шығысындағы әкімшілік бөлініс. Жер аумағы 50,4 мың километр квадрат. Батыстан шығысқа қарай 330 километр, ал оңтүстіктен солтүстікке қарай 275 километрге созылып жатыр. Аудан орталығы Мойынқұм ауылы. Ауылдық округтер саны 13, ауыл саны 28. 1964 жылы 31 желтоқсанда Қазақ КСР жоғарғы советі президиумының қаулысына байланысты бұрынғы Көктерек ауданының аумағында қазіргі Мойынқұм ауданы құрылды. Аудан орталығы Фурмановка ауылы болды. Мойынқұм ауданы оңтүстік Қазақстанның орталығына жуық 40-46 градус оңтүстік ендікпен 68-74 градус шығыстық бойлық аралығына орналасқан. Ауданның шығысынан батысына дейінгі арақашықтық 330 шақырым болса, ал оңтүстігінен солтүстігіне дейін 275 шақырым қашықтықты алып жатыр. Аудан солтүстік жағынан Қарағанды облысынан 190 шақырым қашықтықты қамтитын аумағымен шектессе, солтүстік шығыс бөлігінде Балқаш көлінің 115 шақырым жиегін қамтитын жерлерді басып өтеді. Мойынқұм ауданының жер қыртысы әртүрлі. Ауданның оңтүстік шығыс шекарасы Алматы облысының 140 шақырым жерімен шектесіп жатыр және 40 шақырым қашықтықта облысымыздың Қордай ауданының жерін шектейді. Оңтүстік шекара қашықтығы 180 шақырым, Шу 120 шақырым Тұрар Рысқұлов аудандарының жерімен шектеседі. Ал оңтүстік батыс және батыс жағынан қашықтығы 250 шақырымға созылған жерлерде Талас ауданының шекарасымен, батыс және терістік батыс бөлігінде ұзындығы 250 шақырымға шамалас Сарысу ауданының жерімен шектеседі. Аудан бойынша 1 қаңтар 1970 жылғы халық саны 46.517 адам болды. Мойынқұм ауданы облыс территориясының 42% алып жатыр, яғни жер көлемі бойынша облыста 1 орында, ал халқының саны жағынан 8 орында. Аудан территориясының көлемі Батыс Европадағы Голландия, Бельгия, Люксембург және Монако сияқты майда мемлекеттердің жерімен теңдеуге болады. Ауданның оңтүстік шығысы мен батыстарында жоталар мен қыраттар, биік үстірттер кездеспейді. Оның есесіне жал-жал болып жатқан құмды төбешіктер, бұйраттар кездеседі. Ал солтүстік шығыс пен Балқаш көлінің оңтүстік жиегін алып жатқан алқапта Шу иле тауларының сілемдері көп жерді алып жатыр. Қырғыз Алатауының бір тармағы болған теңіз деңгейінен 1800 метр биік, Айтаудан биіктігі 1053 метрлік Хантау бөлінеді. Бұл таудан жиек деп аталатын қырат басталып, бірнеше ондаған шақырымнан кейін Желтау және биіктігі 947 метрлік Жамбыл тауымен жалғасады. Аудан көлемінде Шудан басқа да өзеншелер кездеседі. Олар Былқылдақ, Сарыбұлақ, Ақсүйек, Қияқты, Қарасай, Шынтас. Бұлардың қайсысы болса да мал суаруға пайдаланылады. Алайда олардың көбісінің суы ақшылтым және тұзы аздау өзеншелер. Тек Сарыбұлақ пен Қарасайдың суы ғана тұщы.